Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Arafa kuni qanday kun, qasiyetlari qanday? Arafa kuni musulmonlarning 12-oyning 9-kunini Arafa kuni deb aytiladi. Ne uchun bu kunga Arafa deb aytilgan? Өйткені қажылыққа барған қажылар осы 9-күні Makka қаласына жақын бір жерде Arafat немесе Arafa дейтін бір жер бар. 100 гектарлық бір жер. Сол жерге барады, песін намазы мен екінті намазын сол жерде оқып, зікірлерін жасап, дұғаларын жасап, құлшылықтарын күн батқанға дейін жасап, Муздалифа дейтін жерге барады. Осы 9 күн осы жерге барып, осы құлшылықтар істеген үшін 9 күнге Arafa деп айтылған. Енді бұл Арафат немесе Арафат жеріне неге Арафат деп айтылған? Неге осы атпен аталған? Бірнеше пікір бар. Сол пікірлердің біреуін ғана айтамыз. Ғалимдар айтады, Әл-Араф сүресінің 172 аятында Алла субхана тағала Адам алейхиссалам жаратқаннан кейін белінен бүкіл ұрпақтарын шығарып, осы Арафат дейтін жерге жинаған. Сөйтіп бізден сұрады, мен сендердің Раббыларың емеспін бе деп сұрады, өзін танытты. Біз жауап бердік, иә, сен біздің Раббымызсың деп Алла субхана тағала осы жерде мойындадық, осы жерде Алла тағаланы таныдық. Сөйтіп Арафа сөздің мағынасы таныды деген мағынаны білдіреді. Біз Алла субхана тағала осы жерде таныдық, танығанымыз үшін Арафа деп айтылған дейді осы жерге. Бірнеше пікірдің бір пікір осы. Енді біз Алла субхана тағала осы жерде Раббымызсың деп мойындадық қой. Бұл мойындаудың мағынасы, яғни жалғыз Раббымыз сенсің, жаратушымыз сенсің, жалғыз саған ғана құлшылық етеміз, жалғыз саған ғана итаат етеміз, саған серік қоспаймыз деген мағынаны білдіреді. Осының бәрін мойындаған боламыз, келісім берген боламыз. Осы келісімге арабшада әл-митақ деп айтылады. Біз мисақ дейміз, мисақ. Мынандай сөз бар ғой, қашандан бері мұсылмансың дегенде мисақтан бер дейміз ғой. Яғни осы келісім берген күннен бер мұсылманмыз деген мағынаны білдіреді. Осы жерден шыққан сөз. Әл-мисақтан бер мұсылман дегеніміз. Енді Алла субхана тағала аяттың жалғасында айтады екен, не үшін бізге осы жерге өзін танытты, мойындатты? Өйткені қиямет күнінде Алла тағала серік қосқандарға сылтау болмасын. Біз сені танымап едік, өзіңді танытпадың деп сылтау болмасын деп өзін осы жерде танытып бізге мойындатқан дейді. Енді бұл Арафа күнін қасиеттері қандай? Қасиеттерін хадистер бойынша айтамын. Ең бірінші қасиеті, жыл 12 айдың ішіндегі ең афзал, ең хайырлы күн деп айтылады. Демек, осы күндегі істелген құлшылықтар еселенеді, бірінші. Екінші, осы күнде Алла субхана тағала күнәлерді кешіреді деген, одан кейін ең көп тозақтан азат қалатын күн осы күні екен. Одан кейін үшінші, осы күндегі істелген дуа ең хайырлы, ең абзал дуа осы күндегі істелген дуалар екен. Демек, осы күн көп дуа жасау керек болады. Одан кейін төртінші, осы күннің оразасын ұстау 2 жылдың күнәлері кешіріледі. Өткен жыл мен келесі жылдың күнәлері кешіріледі. Бұл күннің оразасын ұстау фарз, важиб емес, сүнна. Жаңа айтқандай 2 жылдың күнәлері кешіріледі. Алла субхана тағала осы Арафа күндегі күнді құлшылықпен, дуамен өткізуге нәсіп етсін. Алхамдулилlah раббил аламин.